Баршаңызға сәлем, құрметті оқырман. Бүгінгі видеода 2024 жылы декретке миллионмен қалай шығу керек туралы ақпарат беретін боламын. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл видеода ИП-ны ашу туралы, касса тіркеу, ИП төлемдері, ИП отчеттары, сол сияқты декретке қажетті құжаттар туралы толық ақпарат беретін боламын. ИП ашу режим таңдауға келетін болсақ, ИП ашу бұрын ЛСН сайтында жүргізілетін болды. Оны біреулер ашып біледі, біреулер ашып білмейді. Сондықтан біз оны ақша төлеп біреуге аштыратын едік. Ал қазіргі таңда Каспий банктен оңай ашуға болады. Режим таңдауға келетін болса, ол жерде упрощенка режимін көп ИП-лар Қазақстанда таңдаған. Ол жақта өзіңізбен қосқанда 30 жұмысшыға дейін жұмысқа ала аласыз. Отчет бір жылда 2 рет, яғни 6 ай сайын тапсыратын боласыз. Одан кейін оборот жылына 85 миллионнан аспау керек, және сол обороттан 6 ай сайын 3% налог төлейсіз. Осы уақытқа дейін мораторий болды. Осы упрощенный режимде 3 жылға дейін осы налогтан босатылған болды. Сол кезде барлық ИП иелері осы упрощенка режимін таңдаған болатын. Қазір 2023-тің жарты жылдығынан бастап мораторий және налог төлеп бастадық. Патент режимі 1% налог төлейсіз, жұмысшы ала алмайсыз, тек өзіңіз жұмыс жасайсыз, және оборот 1 миллион. Бұл жерде яғни өзіне өз жұмыс жасайтын, маникюр, педикюр жасайтын қыздар болады, кірпік жасайтын деген сияқты. Сол сияқты субарендімен айналысатын адамдар, таксист деген сияқты адамдар осы патент режимін таңдап ИП-сын ашса болады. ИП табысын көрсету, бұл жерде сізде ИП-мен декретке шығатын болсаңыз, міндетті түрде ИП счет болу керек, немесе рекассаңыз болу керек. Сол арқылы сіз оларға өзіңіздің табысыңызды көрсетіп растай аласыз. Бұл болмаса, сізге декретке назначение болмай қалуы мүмкін. ИП счет ашу үшін сіз крупный суммалармен жұмыс жасау керексіз, безналичный расчетпен жұмыс жасау керексіз. Яғни сол ИП счетқа келіп түскен ақшаның барлығы сіздің табысыңыз болып саналады. Соны сіз отчет жіберген кезде сол ИП отчетқа жазып көрсететін боласыз. Рекасса деген ол негізі ыңғайлысы рекасса. Телефоныңызға жүктеп аласыз, соны ИП-ға тіркеп, сол жерге наличный алған ақшаны чек ұру арқылы табысыңызды көрсетіп отырасыз. Күнделікті күнде чек ұрып отырасыз. Сол чектердің суммаларын общий жинап, отчетта көрсететін боласыз. Егер сіз декретке максимально сумма қойып шыққыңыз келсе, онда сіз бізде қазір максимально зарплата 661 112 теңге. Соны сіз ай сайын сол кассаға 6 ай бойы ай сайын сондай сумманы ұрып отырасыз. ИП төлемдері ол сіздің ИП-іңізден табатын ай сайынғы табысыңызға байланысты құйылады. Егер сіз декретке максимально шыққыңыз келсе, онда максимально Қазақстандағы айлық бойынша төлейтін боласыз. Біздегі айлық қазір 661 112 болып саналады. Кассаға осыны ай сайын көрсетіп отырасыз. Біріншіден, екіншіден осының проценттерін ай сайын ИП-ға төлеп отырасыз. Пенсионкаге 10% төлейміз. Социальный отчислениеге 20 825 теңге, яғни пенсионка 10% жаңағы 661 мыңнан алынады ғой, 10% алынғаннан кейін барып сол қалған сумманың 3,5%-ін осы социальный отчислениеге құятын боласыз. Одан кейін ОПВР 9917 теңге, яғни 1,5%. Соны төлейсіз. Медстрахование обязательно төлейсіз. Ол жерде өзінің кейбір категориялар бар, босатылған, солар ғана төлемейді. Одан кейін ИПН деген ол 6 ай сайын төленетін налог, оны 6 ай сайын бір төлейсіз. Яғни 9917 теңгені 6-ға көбейтіп, ИП-ның отчетін жібергеннен кейін төлейтін боласыз, яғни 6 айда бір рет төленеді. Касса 1400 теңге деп отырғанымыз, касса жаңа рекассаға ай сайын за услугу 1400 теңге алып отырады. Кейбір келіншектер рекасса тіркеуді, доход көрсетуді білмей қалып жатады. Сондай кездерде, мысалға 2 айыңыз кассаға мынадай сумма ұрылмай кетіп қалды, енді мен не істеймін деп жатады кейбір адамдар. Ол кезде ештеңе де жасамайсыз, тек сол 661 мыңды басқа айларға қосып чек ұрып жібересіз. Главное, сол 6 айдан өтіп кетпеу керек, отчет тапсыратын периодқа өтіп кетпеу керек.
сол 6 айдың ішінде сол ақша жаңағы 661 мыңның 6-ға көбейткен суммасы главный ұрылса болды. Енді сіз 6 ай құйсаңыз ғой енді ол жерде. Егер сіз 4 ай құйсаңыз, онда 4 айдың 661 мыңның 4-ке көбейтілген суммасы шығып тұру керек. Сізге түсіндіре алдым деген ойдамын. Түсінбеген жағдайда менің WhatsApp-ыма тікелей шығып сұрасаңыздар болады, консультация алсаңыздар болады. 910 форма отчетін ИП упрощенкілер тапсырады. Яғни басқа режимдағылар, басқа өздерінің формалары бар. Упрощенкіде 910 форманы міндетті түрде тапсырасыз, доход болса да болмаса да. Айына емес, жылына 2 рет тапсырасыз, 6 ай сайын. Өзінің белгілі бір уақыттары бар. Одан кейін 250 форма, оны былтыр мектептегі мұғалімдер, медиктер барлығы тапсырған болатын. Биыл енді ИП егерлеріне және оның жұбайларына міндетті тапсыру. Бұл 250 форманы сіз былтыр мұғалім болып жүргенде егер тапсырған болсаңыз, онда биыл тапсырмайсыз. Бұл өмірде бір-ақ рет тапсырылатын отчет түрі. 270 форманы енгізді. Қазір 270 форманы жылына 1 рет жылдың аяғында тапсырады. Декретке қажетті құжаттар тізімі: ИП талон аласыз, міндетті түрде удостоверение личности, больничный лист. Оны больничный листті сіз өзіңіздің гинекологыңыздан аласыз. Учетқа тұруға барған кезде, мен осылай ИП-мен жұмыс жасаймын, ИП-мен декретке қалам деп ескертіп айтып қоясыз ол кісіге. Сол кезде сізден ИП талоныңызды сұрау мүмкін. Сол кезде тоже көрсетесіз. Бірақ ертең 7 ай болып декретке қалатын кезде де соңға апарып ИП талонды міндетті түрде тапсырасыз. Больничный листті просто алдын ала қазір заявка беріп қояды екен. Больничный листті берген кезде міндетті түрде печаттарын қарап аласыз. 3 жерден печат соғылу керек. Содан кейін бірінші бетін, бер жақ бетін дәрігеріңіз толтырса, ар жақ бетін өзіңіз толтырасыз. Яғни жұмыс беруші ретінде, өзіңіз директор ретінде толтырасыз. Выписка из лицевого счета дейді. Оны сіз кабинет салық кезет сайтынан алсаңыз болады. Соңғы 1 жылдағы выписка из лицевого счета керек, немесе егов кезет сайтынан алсаңыз да болады. Және де социальный счет аштырасыз. Егер сізде мысалы арест, айлығыңыздың жартысын ұстап қалу деген сияқты болатын болса, осы социальный счет аштыру керек боласыз міндетті түрде. Социальный счеттан ешқандай банк сіздің ақшаңызды алып кете алмайды. Егер видео пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Осы YouTube каналымда 910 формамен отчет тапсыру, доходпен, доходсыз, жұмысшымен деген сияқты отчеттар бар. Алдағы уақытта ИП төлемдерін оңай төлеу жолдарында салатын боламын. ИП декретке қанша алатыныңыздың, ИП налог есептеу видеолары да бар. Декретке керекті құжаттарды қалай алу керек туралы видеолар бар. Жалпы декретке шығу үшін керекті видеолардың, ақпараттардың барлығы осы YouTube каналымда бар. Қараңыздар, тіркеліңіздер. Егер платный консультация керек болса, сопровождение керек болса, менің инстаграмыма өтіп, немесе тикток парақшама өтіп, сол жерден WhatsApp-ма шықсаңыз болады. Астына ссылка тастап кетемін, немесе менің YouTube каналымда ссылкалары тұр. Өтсеңіздер болады. Сау болыңыздар.